Блендерім болмағандықтан осындай сметанник жасай алмай жүрген едім. Сөйтсем, блендерсіз де жасауға болады екен. Сметаннигім өте дәмді болып шықты, қыздар. Алдымен сметанниктің астыңғы қамырын дайындап алдым. Оған жарты стакан қант қосып, оны блендермен араластырып алдым. Артынан 200 грамм май салып, оларды да жақсылап араластырдым. 1 шай қасық қопсытқыш салдым. Ұнымызды шетінен аздап қоса отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, песочный қамыр болып шығуы тиіс. Қамырымызды илеп болған соң, оны целлофанға орап, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Енді сметаннигіміздің қоспасын дайындап аламыз. Оған 400 грамм ірімшік, 3 жұмыртқа, жарты стакан қант, 200 грамм қаймақ қосып, бұларды жақсылап араластырамыз. Сосын 3 қасықтай крахмал немесе ұн қоссақ болады. Ары қарай ірімшігіміз әбден езілгенше блендермен немесе шаншқымен жақсылап араластырып шығамыз. Қоспамыз дайын болды. Енді табамызға майды жағып аламыз. Ортасына, жан жағына майды жағып аламыз. Холодильниктен қамырымызды алып, оны табамызға жұқалап жайып шығамыз. Қамырымызды тегістеп жайып шықтық. Енді оған қоспамызды құямыз. Құйып болған соң, қамырымыздың шетін де әдемілеп тегістеп шығамыз. Егер бетін әрлегілеріңіз келсе, әртүрлі жидек түрлерін немесе тосап құйып шықсақ болады. Мен малина тосабымен осылай әрлеп шықтым. Бәрін болған соң 180 градустық духовкада беті сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Беті сәл қызарған соң духовкамызды өшіреміз, бірақ пирогымызды ішінен алмаймыз. Есігін сәл ашып қоямыз да, пирогымыз суығанша әбден сонда ұстаймыз. Сол кезде пирогымыздың іші де жақсы пісетін болады. Пирогымыз дайын болды, жеп көрдім, өте дәмді болып шықты, қыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, бізге подписка жасап кетіңіздер.